Негізі коронавирусқа қарсы екпе науқаны қалай жүріп жатыр екен, соны біліп қайтайық. Сәлеметсіздер. Екпе қабылдауға келдіңіздер ма? Мен журналист Жанар Рахат. Қай ауылдан келдіңіздер? Мыңбұлақ ауылынан келдіңіздер ма? Екпе қабылдадыңыз ба? Енді қабылдайын деп тұрмын. Өз еркіңізбен келдіңіз ба? Сіз де? Өз еркіңізбен келдіңіз. Сіз аласыз ба екпе? Сіз өзіңіз өз еркіңізбен келдіңіз. Жасыңыз нешеде? 50-де. Қорқпайсыз? Дұрыс. Сәлеметсіз бе? Сәлемдерді қалдарыңыз қалай? Рұқсат па? Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Кадыржановна. Татьяна Кадыржановна. 52 года. Фамилия? Волокушина. Я сама добровольно. С какого села? Вот рядом у нас Старый Майли. А как на казахском? Ескимайли. Ескимай так и называется? Давайте расскажите мне о своей истории. Как вы решились вообще? Столько слухов, столько страхов. Он военный сын. Ну, посмотрела его состояние, все нормально. Но это девочки, это все равно надо нам всем. Если мы будем уходить, вот эта болезнь не кончится. Да. То есть вы считаете, ради спасения человечества нужно внести свой вклад. Каким образом? Нужно вакцинироваться, да? Нам необходим коллективный иммунитет. Обязательно. Да? Только поэтому надо как-то сознательно относиться к этой процедуре. И если здоровье позволяет, то, конечно, желательно надо провакцинировать. У каждого человека есть внуки, надо ради них. Ну и вообще ради человечества всего. Это же невозможно уже так. Татьяна Кадыржановна, прежде всего ради пожилых людей, которые очень тяжело переносят эту болезнь, чтобы их спасти, да, потому что в группе риска в первую очередь пожилые люди. Вот, поэтому, мы должны друг друга спасти. Вы так считаете? Считаю, правильно. Ну, вот вы получили, покажите, как у вас все нормально? Все нормально? Себя как чувствуете? Да, нормально, как и пришла. Сколько вам лет? 62 года. 62 года. Даже в прошлом году у меня была операция на грудь. И все равно я иду в онкологию. Все равно я пошла. Вы все равно решились? Конечно. Ну, вы бесстрашная женщина, конечно. Спасибо вам большое, здоровья вам. Спасибо вообще медикам всем. Да. Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Сіз жаңа жақта тұрған едіңіз, уже қабылдап алдыңыз ба? Иә, қабылдап алдым. Жақсы. Сіз де өз еркіңізден келіп тұрсыз? Жақсы. Қыздар қалайсыздар? Жақсы. Қай ауылдансыздар? Сарыарқа. Сарыарқадан. Мұғалімсіздер ғой, не? Өз еркілеріңізбен келдің ғой? Барыңдар, саңдар деп ешкім жоқ. Бәрімізде бала шағамыз бар. Бізге де денсаулығымызды сақтау керек қой өзіміз үшін. Сол үшін келіп отырмыз. Аты-жөніңіз кім? Аты-жөніміз Айгүл, Уаисова Айгүл. Қай ауылдан? Мыңбұлақ. Шамамен қанша адам қабылдады? Осы сағат 11-ге дейін. 30 шақты адам қабылдады ма? Давлениемен салу болмайды, иә? Давлениесі жоғары болса не істейсіздер? Давлениесін түсіріп, біраз отырып, кейін қобалжығынан көтеріп кетеді. Қобалжығынан көтеріп кетеді. Міне, құрметті егіз аудан тұрғындары, екпе науқаны осылай қарқынды өтіп жатыр. Халық кеп жатыр, халық өз еркімен кеп жатыр. Ешкім заставить етіп жатқан жоқ. Әр адам өзінің денсаулығы үшін келіп жатқан сияқты. Бүгін екпе алған адамдар көбінесе мұғалімдер болды, және өз еркімен келген адамдар болды, е? Халық көп. Халық көп, міне.